Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін Рамазан айында қандай зікірлер айтқан дұрыс екендігі туралы айтып бермекшімін. Жалпы кейбір адамдар зікір дегеннің өзінің не екенін білмей жатады. Зікір дегеніміз ол Алланы еске алу, Алла тағалаға мадақ айту, яғни зікірлеу деп те айтады ғой, кейде бұл Алла тағаланы еске алу болып саналады. Өйткені Алла тағаланың өзі Құран кәрімде айтады: мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді. Алла тағаланы еске алудың, жалпы күнделікті өмірімізде еске алып жүріп, оған мадақ айтып жүрудің маңызы өте зор. Өйткені солай істеп жүрген адамның дұғалары қабыл болады, ондай адамнан шайтан алыстайды, ондай адамның тілек ниеттері Алланың алдында, енді Алланың қалауымен қабыл болады. Сонымен қатар, жалпы мына парыз амалдардан кейін, мысалы намаздан кейін, қандай да бір құлшылықты орындап біткеннен кейін осы зікірлерді айтып жүрген өте пайдалы. Себебі зікірді үнемі айтып жүретін адамның тіпті ғұмыр жасы ұзақ болады дейді, және жүрегі тазарады, тынышталады, жүзі нұрлана түседі. Сол себепті де мен сіздерге бүгін үнемі айтып жүруге болатын бірнеше зікірлер қатарын айтып бермекшімін. Оның ең алғашқысы, сіздердің барлықтарыңызда жақсы білетін зікірдің бірі, ол лә илаха иллаллах зікірі, яғни Алладан басқа тәңір жоқ деген сөз. Бұл сөздің салмағы өте жоғары, өйткені тіпті мынандай хадис бар: лә илаха иллаллахты шын жүрегімен, шын ниетімен айтқан адам жәннатқа кіреді деп келеді. Сол себепті осы лә илаха иллаллахты мүмкіндігінше күніне, осы Рамазан кезінде әсіресе күніне 100 рет қайталап жүруді әдетке айналдырып қойыңыз. Одан кейінгі екінші кезектегі зікір бұл субханаллах сөзі. Субханаллах сөзі Алла бүкіл кемшілік атаулыдан пәк деген сөз. Бұл сөзі де мүмкіндігінше айтып жүріңіздер. Ал келесі бір сөз ол әлхамдулиллах сөзі. Әлхамдулиллах бұл Аллаға шүкір, Аллаға мадақ болсын деген екі мағынада да келеді. Яғни екеуінің де мағынасын біріктіріп тұр. Бір сөздің өзі сол екеуінің де мағынасын береді деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөзі бар: әлхамдулиллах ол таразыны толтырады, ал субханаллах пен әлхамдулиллах сөзі көк пен жердің арасын сауапқа толтырады деген. Сондықтан бұл сөздерді де күніне 100 реттен айтып жүруге тырысыңыз. Әсіресе осы Рамазан кезінде осыны әдетке айналдырып алсаңыз, Алла қаласа кейінгі күнделікті өміріңізде де, уақытыңызда да осы сөздерді айтып жүретін боласыз. Ал келесі айтылатын сөз ол Аллаху акбар сөзі. Бұл мағынасы Алла ұлы, өзінің барлық дүниеден ұлы дегенді береді. Одан кейін келесі айтып жүретін зікіріңіз ол астағфируллах болсын. Астағфируллах ол Алладан кешірім тілеймін, рахым тілеймін деген мағынада келеді. Одан кейін, егер бұл сіздер жаттай алмасаңыздар, немесе басқа да жағдай болса, онда сіздерге тамаша бір кеңес бергім келіп тұр. Телефондарыңызға сәжде кз деген программаны жүктеп алсаңыздар, соның ішінде зікірлер деген арнайы бөлім бар. Сол жерде де, мысалы, айтып, күнде басып отыруларыңызға болады. Сол жерден тіпті есебін шығарып тұруға болады. Күніне неше рет айттыңыздар, тағы қанша рет айтуға болады деген нәрселерді сол жерден басып тұрыңыздар. Ол жерде басқа да зікір түрлері бар. Мен сіздерге ең қарапайымдарымен, ең танымалдарымен бөлістім. Сондықтан үнемі Алланы еске алып жүріңіздер, достар. Сонда Алла тағала да сіздерді ұмытпайды. Сіздердің бастарыңызға қиындық түскен кезде, Алладан сұраған кезде, ол да сіздерді еске алады. Яғни адам өзінде бәрі жақсы кезде, көңіл күйі, жалпы жағдайы жақсы кезде Алла тағаланы еске алса, ертең басына қиындық түсіп, Алла тағаладан дұға еткен кезде, Алла тағала да оны ешқашан ұмытпайды. Алланың сүйген құлдарынан болуын нәсіп етсін. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тағы қандай сұрақты білгілеріңіз келеді, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар. Келесі кездескенше